әр күнімізді ең соңғы күн сияқты өткізу керек. Құлшылықта, осы Рамазанда кез келген адаммен қоштасар кезде не істеп кету керек? Рахмет айтып, жақсы көретінді айтып, кешірім сұрасып қоштасу керек қой. Мен әрдайым солай істеуге тырысамын. Алла риза үшін жақсы көремін деп айтып, жақындарыма, бауырларыма жақсы көретінді айтып, хақымыз халал болсын деп кешірім сұрап қоштасамыз. Енді ойлашы, сен біреуге жаман, ауыр сөздер айтып тастадың да, бұл соңғы кездесуің болды, соңғы хабарласуың болды. Қалай болады? Қалай сезінесің өзіңді? Ал енді тағы бір жағынан ойла. Сен күшті қоштасып, жақсы көретінді айтып, кешірім сұрасып қоштастың да, хақымыз халал болсын деп. Одан кейін көріспедің. Екі сезім бөлек қой, Сол себептен жақсы көрем деп айтуды қиналам дейтін адамдарға бұл сен соңғы қоштасуың, соңғы кездесуің, соңғы құлшылығың, соңғы іс әрекетің деп естіп жүрші, жеңіл болады. Поверь мне, брат.